Сәлем достар! Отбасыңызда ең дәмді, тойымды тамақпен қуантқыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға тұз, жұмыртқа қосып, шамалы қаттырақ қамыр илеп аламыз. Қамыр езілмей дара-дара болып түссін десеңіздер, осы илеген кезде орталарын ашып илеңіздер. Сол кезде қамырымыз түйір-түйір болып қалмайды. Енді қазанға май құямыз. Сосын ет салып, артынша пиязды қосып салып, 5 минут қуырып аламыз. Сәбіз, картоп, болгар бұрышын және помидорды турап, тұз, томат салып, 10 минут орташа отта пісіріп аламыз. Уақыт өткеннен кейін 1,5 кесе су құйып, жарты сағат демдеп қоямыз. Еуі қанған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды ең алдымен қолымыздың көмегімен үлкетіп алып, сосын оқтаумен шет-шетін жайып аламыз. Қамырдың тек шетін басып жаямыз. Бастапқы кезде жайғанда қамырға қолымызды тигізбейміз, тек оқтаудың үстін басамыз. Үлкейе бастағанда қамырды баса отырып, жайып аламыз. Сол кезде қамырымыз бір келгі тегіс болып шығады. Сосын видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды орташа ұзындықта кесіп аламыз. Подливымыз дайын болса, тұз дәмін көріп, қазанымызды босатып аламыз. Қазанымызға жартылай етіп су құйып, 1 немесе 1,5 қасық тұз саламыз. Қайнап тұрған суыма қамырды тез салып алдым. Қайнап шыққан қамырымызды ыдысымызға әдемілеп жайғастырып аламыз. Қамырдың бетіне подлив құйып, әдемілеп әрлеп алдым. Осымен біздің тамағымыз пісті, ас болсын. Парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.
сәлем достар.